Оларыңыз болатын болса, әрине хабарласыңыздар, тікелей эфирдеміз 45-38-00, қала 38-72-62 қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Енді біздің мейманжай студиямызға кезекті ұстазымыз келіп жайғасты. Таныстыра кетейін. Нөмірі 45-ші мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі Тоғжан Құралбайқызы. Қош келдіңіз, Тоғжан ханым. Таң көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Сізді бүгінгі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Енді сұхбатымызды бастайық. Енді осы сізге алғашқы қойылатын сауалымыз, ұстаз болуыңызға қандай бір оқиға, не болмаса қандай бір жан бір өзінің септігін тигізді? Жалпы мен өзім ұстаздар әулетінен шыққанмын. Ағам, жеңгелерім, барлығы ұстаздар. Дегенмен әр бала сияқты менің де өмірімде үлкен бір образ болды, кейіпкер болды. Ол кейіпкер сол бастауыш пәнінің мұғалімі Қарлығаш Тастемирқызы деген. Сол кісінің сабақта жасаған әрекеттерін, сабақ түсіндіру әдістерін, көшеде кішкентай балалар жинап алып, сонда сабақ өтіп, бормен тақтаны жаңағы дуалдарды тақтар етіп, борды жаңағы лайыр етіп, сөйтіп ойнап, сол кішкентайдан қалыптасқан образ болды. Сізге де ұстазыңыз бір әсер етті, иә? Енді жалпы келесі сауалымыз мынандай болмақ. Өзіңіздің осы тарих пәнінде тәрбиелеген, не болмаса өзіңіз бір сынып жетекші болған бір шәкірттеріңіздің жетістігі жайында айта кетесіз бе? Енді жетістік дегенде көбіміз жаңағы олимпиада, ғылыми жобалардан орын алды деп есептейміз. Иә, ондай оқушылар көп бізде, мектебімізде, өзімде жекелеген шәкірттерім бар. Ең басты жетістік сол ғылыми жобамызбен айналысқан кезде, олимпиадаға дайындаған кезде баланың бойына мен істей аламын деген ойды қалыптастыру. Болашақта бұл өзінің өміріне де пайдалы болады. Үнемі ғылыми жоба жазған кезде айтып отырам, балалар өздеріңізге қандай тақырып ұнайды, қандай ғылыми ізденіс жасағыларыңыз келеді, яғни еркіндік беру ғой балаларға. Осы бағытта жетістіктер көп болады деп ойлаймын, егер еркіндік берсе. Қайырлы күн, ханым. Сізге келгеніңізге сондай қуаныштымыз, рахмет. Енді мен сізге қойғым келетін сауал мынадай. Әрбір сыныпта барлық бала бірден жақсы оқымайды ғой. Арасында үлгерімі нашар, үлгерімі төмен оқушылары да болады. Сондай балалармен қалай жұмыс жасайсыздар? Оларды да бір белгілі бір деңгейге жеткізу керек қой. Енді бізде мұғалімдер кейде адамыз ғой, пендеміз ғой, жақсы оқыған баланы жақсы көріп тұрамыз, тыныш отырған баланы жақсы көріп тұрамыз. Бірақ сол 30 баланың ішінде гиперактивті балалар бар, уәжі төмен балалар бар, оларды ұнатпайтын ұстаздар да бар. Бірақ біз соларға жетелеп, тапсырма беріп, жетелеуіміз керек. Мынандай бір оқиға болған. Бір күні тақтаның алдында жаңағы енді түнімен дайындаламыз ғой сабаққа. Слайдтарымды дайындап, VR технологиялар пайдаланып, ақ тер, көк тер болып сабақ беріп жатсам, екі бала терезеге қарап отыр. Содан бір кезде кәдімгі ересек адам сияқты, неге менің сабағыма қарамайсыңдар деп ұрсайын дедім да, бірақ осы кезде бір педагог Гүлшмидттің сөзі есіме түседі. Сенің дейді, ана тақтаның ішіне жасырып қойған жасанды әлемің, мына балалар қарап отырған шынайы әлемнен артық па деген сөз айтады да. Сол кезде түсінемін да, баламен шынайы болу керек. Балаға жетелеп отыру керек, үнемі қолдау білдіріп отыру керек. Сонда ғана баладан жетістік шығады деп ойлаймын. Тамаша, керемет. Енді жалпы қазіргі заман дамып жатыр. Мысалы, бұрынғы қарайтын болсақ, сіздерде, мысалы, бізде, мысалы, бір кітапқа телміріп, кітапты оқып өстік. Әрине, сізден тарих пәнінің мұғалімісіз. Тарих бұл кезі келген қазақпын деген азаматтардың барлығы білуі тиіс мамандық қой, әрине, пән. Жалпы енді сол балаларды осы тарихқа қызықтыру мақсатында қандай да бір жаңа методикалар, не болмаса жаңа әдіс тәсілдер қолданып сабақты өтесіз? Жақсы. Енді қазіргі балалар альфа буындары, оларға сабақтың алғашқы 8 минутын қызықтырып үлгермесеңіз, ары қарай сіздің сабағыңызды оқымай қоюы мүмкін. Мынандай мұғалімдер бар ғой, пәннің қасында тұрады да баланы шақырады. Ал екінші мұғалім бар, екінші типтегі мұғалімдер пәнге оқушымен бірге келеді. Бұл мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Енді
айтайын дегенім технологиялар бойынша сұрап тұрсыз ғой, VR, AR технологияларды қолданамыз. Мысалы, өткен ғасырға өту үшін ежелгі адамдарды жасанды интеллектпен сөйлеттіреміз. Өйткені қазіргі буындар айтады, егер мен сабағыма қызықтырмасаң, мен сіздің сабағыңызды оқымаймын. Олардың талаптары болса. Енді технологиялар көп қой, қазір жасанды интеллекттің технологиялар көп. Бәрібір технология ол құрал, ал әсер беруші мұғалім. Сондықтан мұғалімнің образы көбірек ойнайды. Бәрібір қандай технология болмасын. Дұрыс айтасыз. Енді осы тұста өзіңіздің кез келген мұғалім бір оқушысын мақтаса, бір жақсы болып қаламыз ғой. Менде де сондай болады. Мұғалімдерім бір мақтап қойса, өзімді бір жақсы сезініп қалатынмын. Сол сияқты өзіңіздің оқушыларыңыздың жетістіктері туралы айтсаңыз, оларды мақтады деген сияқты. Кішкентай кезден бастап мектеп бағдарламасында, білім беру жүйесінде Зерде деген ғылыми жоба бар. Зерде деп кішкентай балаларды айтады да, 1-ші сынып пен 7-ші сынып аралығында. Міне осы біз тарих 5-ші сыныптан басталған кезде 7-ші сыныпқа аяқ басқан балалар бар менде, оқушылар. Жұмахан Анар, республикалық ғылыми жобалар байқауының жеңімпазы, Қазақстан тарих пәнінің олимпиадасының жеңімпазы, Асқат қызы Балжан, ғылыми жобалар байқауының жеңімпазы. Ең үлкен жетістік ретінде жаңағы Слеу Нұрболат қазіргі Малайзия мемлекетінде үлкен грантқа ие болып, сонда білім алуда. Дегенмен жаңағыдай ұстаз үшін шәкірттерінің апай, біз осындай жетістікке жеттік деп айтқан үлкен жетістік. Енді осы жетістіктердің ішінде ең дара жетістігім, дара жемісім ата-анадан келген хабарлама болды. Онда былай деп жазған: менің баламның жаңағы жоғарғы оқу орнына түсті ғой енді грантқа. Осындай жол таңдауыңызға үлкен септігін тигізген сіз болатынсыз деген. Міне бұл басқа жетістіктердің ішіндегі ең бір дара жетістік. Сол кезде бір Эверестті бағындырғандай әсер алдым десем де болады. Енді былай қарайтын болсақ, алдағы уақытта бір 20 не болса бір 30 жылдың көлемінде сол дайындаған оқушыңыз дәл осындай бір студияда сұхбат беріп отырып, сіздің де атыңызды атап қалуына тілектеспіз. Сол күн берсін. Енді Тоғжан ханым, енді сізге де жас күніңізде, бала күніңізде бақыт бағдар берген ұстаздарыңыз бар. Бір есіңізде бір мәңгілік сақталып кеткен бір ұстазыңыз бар ма? Биология пәнінің мұғалімі марқұм Өсет деген әпке болатын. Сол кісінің білім беру жүйесіндегі, сол кезде бор мен тақта болса да, ол кісі бізге сондай бір ерекше әсер қалдырды. Плакаттарға жаңағы биологиялық құрылыстарды, құрылымдарды түсіндіріп, түнімен сонда талпынып тұрып, қазір түсініп жатырмыз ғой енді. Ол кісінің еңбегі қандай екенші. Ол кезде осындай слайд жоқ, интерактивті тақта жоқ. Бірақ сонда да сол кездің өзінде бізге сондай әсер қалдыра алды да. Сол кісіге де қатты еліктеп өстік. Енді дұрыс айтып жатсыз. Енді жас мамандар бар ғой, қазіргі кезде жаңадан оқу бітіріп, мектеп табалдырығына оқушыларға енді сабақ беріп жүрген жастарға не айтасыз? Қандай бағдар бересіз? Мен де еңбек өтілім міне 9 жыл болады. Дегенмен жастарға мынандай бір кеңес берер едім. Мұғалім ол таңғы 7-ден кешкі 7-ге дейін жұмыс істейтін мамандық. Басқа мамандықтар үйге демалса, мұғалім ары қарай түнде де өзінің жұмысын жалғастырады. Сол шудың арасында сабақ оқымай отырған, көңіл күйі болмай отырған баланы аңғара білу керек. Әр баланың жүрегіне жол таба білу керек. Және жастарға айтарым, өмір бақи оқуға, яғни лернер бар ғой, қазіргі лернер, өмір бақи оқу, өмір бақи оқуға дайын болу. Девелопер, іздену, ізденіске құмар болу. Міне осы қағидаларды ұстану керек. Ең басты қағидасы жасандылы болмау керек, өйткені қазіргі балалар бәрін сезеді. Адал болу керек, сонда ғана сол балалардан жетістік шығара аласыз деп ойлаймын. Шынайы болу керек. Тоғжан ханым, өзіңіздің бір Жамбыл жұртшылығына арнайтын бір тілегіңіз, сәлемдемеңіз, не болса өзіңіздің әріптестеріңізді бір құттықтаймын десеңіз, мархабат. Жамбыл халқы киелі жер ғой енді. Мұндағы ұстаздар да ерекше. Ал құрметті ұстаздар, бүгін келіп жеткен мерекеміз құтты болсын. Әрбіріңіздің шәкірттеріңіз жетістікке жете берсін. Тек қана ұстаздар бейнесі төрден көріне берсін деген тілек білдіргім келеді.
және өзімнің жұмыс істейтін ұжымым Тараз қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы 45-ші қазақ классикалық гимназиясының ұжымын ұстаздардың төл мерекесімен құттықтаймын. Болашақта шығармашылық шабыт тілеймін. Тамаша. Сізге де Тоғжан ханым шығармашылық шабыт тілейміз. Тағы да мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай енді ұстаздық жолдағы таңдағаныңызға тағы да алғысымызды білдіреміз. Енді сіздің де басыңыз әрқашан төрден табыла берсін дейміз. Тамаша, құрметті көрермендер, эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылған болсаңыз, қайырлы таң рауан бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы ұстаз ұлы есім. Тақырыптың айналасында ой пікір білдіріңіздер, қоңырау шалыңыздар, белсенділік танытыңыздар. Сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Біздің Биманшай студиямызға кезекті ұлағатты ұстаздарымыз келіп жайғасты. Әрине таныстыра кетейін. Дарынды балаларға арналған мамандандырылған Дарын лицей интернатының математика пәнінің мұғалімдері Мұхтар Дәулетұлы және Нариман Мәлікұлы. Қош келдіңіздер ағалар. Рахмет. Мерекелеріңізбен бүгін келіп жеткен. Рахмет. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Тамаша, өте жақсы. Енді жалпы бізге бір жақсы бір ақпарат, жаңалық жеткен болатын. Мұхтар аға, енді өзіңіз күні кеше ғана осы Астанадан өзімізге Таразға келіп келген болатынсыз. Жеңіспен оралдыңыз. Тамаша бір көкірегіңізге бір төсбелгіні тағып қайттыңыз Астанадан. Президенттің қолынан. Енді ондай жетістікке жету кез келген бір ұстаздың арманы ғой. Енді сол жайында бір әңгіме айта кетсеңіз, әсер қандай болды? Ақорда қалай екен? Әрине, ерекше әсерде отырмын. Әлі сол неден шыға алмай жүрмін. Керемет мемлекет басшысының, президентіміздің қолынан Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағын алып отырмын. Бұл әрине өзімнің жұмыс істеп жатқан Дарын лицей интернатының ұжымындағы әріптестердің, оқушылардың жетістігі, солардың арқасында мынау бірнеше жылдар бойы жұмыс істеген еңбегімді бағалап, біздің Жамбыл облысының білім басқармасы, оның ішінде біз тікелей әдістемелік оқу орталығымен жұмыс жасаймыз ғой. Сол кісілердің ұсынысымен осындай марапатқа ие болып отырмын, ұсынды. Оны мемлекет басшысы қолдап, еңбегімізді бағалап, барлықтарымызды марапаттады. Президенттің қолынан ұстадым. Әрине қобалжу болды, күнде барып жатқан жоқпыз. Сол Ақордаға барған кезде кішкене қобалжу болды. Жаңадан болған министрімізбен жүздесіп, ол кісілер бізге құттықтап, өз-өзімізге кішкене күш-жігер, мотивация беріп, президент келгеннен кейін кішкене өз-өзімізді жақсы сезіндік. Өйткені күлімсіреп қарсы алып, бізді марапаттап жатқанда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Еңбекті бағалап, осындай мемлекет бізді қолдап, мұғалімдер өздерінің бар білгенін үйретіп жатса, оқушыларымыз ынтамен оқып, ата-аналарымыз тәрбиелеп жатса, енді озық ойлы ұлтқа айналамыз деген ойдамыз. Өте дұрыс айтасыз. Енді Нариман ағамызға қарайтын болсақ, Нариман ағамда Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгі, сонымен қатар үздік педагогтың да төсбелгілі бар екен. Нариман аға, өзіңіз де бір айта кетсеңіз, бұны қай жылы табысталды? Толығымен айта кетсеңіз. Енді үздік педагог атағы әрбір ұстаздың арманы ғой. Бұл 2018 жылы осы үздік педагог атағын конкурсына қатысып байқауына 2018-де алған болатынмын. Ал Ыбырай Алтынсарин енді мұғалімнің ең үлкен медальдары, яғни жетістіктердің бірі, ол 2024 жылы осы Мұхтар ағай барлығымызға берген болатын, осы үздік педагог ретінде. Енді жалпы өздеріңіз Дарын лицейінде жұмыс жасайсыздар. Бұл енді Дарын деп өзінің аты айтып тұр. Жалпы бір шоқтығы биік бір мектептердің бірі Жамбыл облысында. Осы Дарын лицейінде, мектеп лицейінде бір жұмыс істеу мүмкіндігі қалай туды? Жалпы енді бұл білім беру ордасының бір ерекшелігі қандай? Әрине, ондай шоқтығы биік мектептерде өз санаулы ғой, сол жақта жұмыс істеу әрбір ұстаздың бір кішігірім арманы болса деп ойлаймын. Өйткені ол жердегі балалар дарынды, кішкене жеңілдеу болады, өзің бірге солармен өсесің. Солардың жетістігі арқылы өзіңе шабыт туындайды. Сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз.
енді мұғалімнің еңбегінің нәтижесі ол оқушылардың жетістігі ғой, сонымен өлшенеді. Сол енді кеше ғана жаңағы марапатты алып жатқан кезде туған туысқандар, енді жора жолдас коллектив құттықтап жатады ғой, ол заңдылық. Бірақ мені ерекше әсер қалдырғаны педагогикалық институтта маған сабақ берген ұстазым 85 жаста болса да қуанып құттықтап жатыр. Мен ол жерде жаңағы жауап беріп жатырмын. Сіздің берген біліміңіз, тәрбиеңіз деп атсам, ол аты жөні Наурызбаев Алтынбек, содан кейін математикадан берген Ниетбаев Әшәл ағай. Наурызбаев Алтынбек ағайымыз қуанып жатыр. Әрине біздің берген білімді ары қарай дамытып, жоғарыдан көрініп жатқан біз қуаныштымыз дейді. Сол сияқты бізде оқушымыз жетістік алып жатса, бізге одан артық қуаныш, бақыт жоқ. Тамаша, керемет. Енді Нариман аға, сізге сұрақ қоя кетейін. Осы енді дарынды балалармен жұмыс істеудің, сонымен қатар енді бір басқа оқушылармен жұмыс істеудегі бір айырмашылық бар ма? Енді айтсам болады, мен осы Дарын лицей интернатына 2005 жылдан бастап жұмыс жасаймын. 2003 пен 2005 жылы 2 жыл осы Тараз мемлекеттік университетінде қабырғасында жұмыс жасадым. Тараз мемлекеттік университетінде жұмыс жасап жүріп, оқушы болып жүріп, өзім оқушылармен жұмыс жасағым келді, шыны керек. Сонымен анау жұмыс жасау үшін де, өзіңнің дарыныңды асыру үшін де бір дарынды балалармен жұмыс жасағым келді. Осы облыстық дарын мемлекет лицей интернатына барып, сол жерде жұмысқа қабылданып, сол дарынды балалардың яғни дарындылығын ашу үшін, яғни мотивация керек екендігін, олармен жеке жұмыс жасау керек екендігін, яғни үлкен көлемде жұмыс керек екендігін сол жерде байқадым. Енді дарынды оқушы қайдан шығады? Дарынды оқушы ауылды жерден шығады, қалалық жерден шығады. Енді жай оқушы мен дарынды оқушының айырмашылығы десеңіз, екеуі бірдей. Бірақ бір жерде дарын аша білу керек. Дарынды аша білу керек. Оған қандай әдіс тәсіл қолданасыз деген сұрақтар кейбір жерде келіп жатады. Яғни жеке жұмыс. Оқушыны жаңағы мотивациясын көтеру, мадақтау, сонымен қатар жаңағы түрлі олимпиадаларға қатыстыру, ғылыми жобаларға қатыстыру деген сияқты мотивация беру арқылы баланың дарынын ашуға болады. Ең бастысы баланың дарынын ашуға бұл ұстаз өзінің септігін тигізеді. Ұстаз тікелей септігін тигізіп отыр. Тамаша. Енді келесі сауалымыз, өздеріңіз біраз жылдық өтілігі бар ұстазсыздар. Сіздердің бір ұстаздық ұстанымдарыңыз қандай? Енді ұстаз болып келгеннен кейін жаңа айтып жатырық қой, сол өзімізге берілген бұл үлкен міндет қой. Әрине. Айтады ұстаз ұлт шамшырағы дейді. Соны абыройлы атқару алға қойған мақсатымыз. Балаларымызды озық ойлы етіп тәрбиелеу біздің негізгі мақсатымыз ғой. Осы орайда аянбай еңбек етеміз деп ойлаймын. Тамаша. Нариман, өзіңіз. Ұстаздық ұстаным жаңағы ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді ғой. Мына біздің Қазақстан Республикасы мемлекетіне ең мықты, білікті маман дайындау. Ұстаздың, яғни фундаменті десек болады, мемлекеттің осы мектеп табалдырығынан басталады ғой. Мықты тәрбие беру, мықты білім беру. Тамаша. Енді жаңа Мұхтар аға бір тілге тиек кеттіңіз. Менің бір институтта сабақ берген мұғалімім хабарласып, менімен бір мақтанып жатыр деп жатсыз ғой, енді құттықтауын жолдап жатыр. Ал сіздердің дәл солай бір мақтанатын, жақсы бір жетістікке жеткен бір оқушыларыңыз бар ма, шәкірттеріңіз? Әрине. Сол жетістіктердің арқасы деп ойлаймын. Сол оқушылардың өзімізден озып жатсақ қуанамыз. Мысалы, оны бөліп жарып айтып, жалпылама мысалы 8 оқушым халықаралық, республикалық олимпиада мен ғылыми жобалардың орын алды. 30 шақты оқушым осы облыстық ғылыми жобалар мен олимпиадалардың орын алды. Енді соларға біз енді әртүрлі алға ұмтылу үшін ынталандырамыз ғой. Сол балалармен қатар біз де олимпиадаға барамыз. Біз орнына келген кезде олар да шабыттанады. Кез келген конкурстан енді қанша жыл еңбек өтіміз болса да, аянбай, Нариман ағай бар, барлығымыз барып қатысып тұруға тырысамыз. Енді оқушыларымыз
Қазақстан осы мемлекетімізде, республикасында ғана емес, шет мемлекеттерде де жұмыс жасайды. Осы біздің өзіміздің математика саласында жұмыс жасайды, жаңағы IT саласында жұмыс жасайтын оқушыларымыз көп. Мысалы, өзім мақтанатын, өзім олимпиадаға дайындаған Бектібай Бәсе деген оқушым бар еді. Сол Астанада қазір бір мектеп ашып отыр. Өзі докторский қорғады, доктор PhD наук дейді ғой, жаңағы философия ғылымдарының докторы, математика саласын Казгуде бітіріп, сол ЕНУ-да докторский диссертациясын сәтті қорғап, сол жерде бір қазір мектеп ашып отыр. Мен өте қуанамын. Біздің шәкірттеріміз сондай биік шыңдардан көрінсе, міне, құба-құп біз қолдаймыз. Тамаша, бәрекелді. Мынау енді келесі сауалымыз қандай болмақ? Жалпы заман күн өткен сайын, не болмаса бір минут өткен сайын бір қарқынды дамып жатыр. Бұрынғыда енді бір тақтаға бормен жазып, балаларға есеп түсіндіретінде уақытта былай қарап неге жылжып бара жатыр. Енді өздеріңіздің осы сабақтарыңызда қандай бір заманауи құрылғыларды, не болмаса бір методикалар қолданасыздар? Әрине ол. Бірақ енді бізден математикада тақта қалмайды. Сонда да заман ағымына қарай біз жұмыс жасаймыз ғана. Қазір президентіміз айтқандай ғылымда, жасанды интеллекті дамыту жолында сөздерін тыңдадық. Оны барлық ұстаздар қауымы жақсы қабылдады. Ол енді әрине біздің жұмысымыздың тиімділігін арттырады. Енді қазір заман ағымына сай интерактивті тақта бар, жасанды интеллекті қолданып жатыр. Балалар планшетпен жұмыс жасайды. Смартфондармен айта берсек қазір көп қой. Енді қазіргі заманның өзі ағымы сондай ғой. Біздің өзімізде бұрын тақтамен бормен жұмыс жасасақ, тақтамен бор қалмайды. Бірақ дегей тұрғанмен де ноутбукпен, жаңа планшетіміз бар, сонша жасанды интеллекті қолдану арқылы қазіргі президентіміздің өзінің ұсынған идеясы бойынша биылғы әдістемелік нұсқауға енгізілген әрбір сабақта жасанды интеллекті қолдану керек деген. Жасанды интеллектісіз сабақты елестете алмаймыз, былайша айтқан кезде. Енді өздеріңіз бір еңбек өтілдеріңізді тағы бір сұрай кетейінші, қанша жылды қарайды? 25 жыл. 25 жыл. Өзіңіз? Менікі 22 жыл. 22 жыл, бәрекелді, тамаша. Енді өздеріңіздің осы тұстағы өздеріңіз әріптестеріңізді бүгінгі мерекемен құттықтасаңыздар, не болмаса бір Әулиеата жұртшылығына бір тілектеріңіз болса, білдірсеңіздер мархабат. Ал мынау құрметті ұстаздар, кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Ұрпақ тәрбиелеудегі еңбектеріңіз қашанда құрметке лайық. Сіздерге оқушыларыңыздың жетістігі қуаныш әкелсін, еңбектеріңізге мерей әкелсін. Мынау сіздерге жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілеймін, денсаулық, бақыт, еңбектеріңіз жемісті болсын деймін. Ал барлық Жамбыл облысының ұстаздары келіп жеткен мерекелеріңіз құтты болсын. Зейнетке шыққан ұстаздар бар, жас мамандар бар, барлықтарыңызға құтты болсын деймін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Еңбектеріңіз жана берсін, жемістеріңіз, жетістіктеріңіз көп болсын. Тамаша. Біз де тағы да сіздерді құттықтаймыз. Еңбектеріңіз елене берсін дейміз. Шәкірттеріңіз, сіздермен мақтанатын шәкірттеріңіз көп болсын. Отбасыларыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын дейміз. Тағы да мерекелеріңізбен. Рахмет көп. Құрметті көрермендер, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Рауан бағдарламасы тікелей эфирде ұстаздар күніне арнайы эфирімізді арнап отырмыз. Ұлағатты жандарымызға арнайтын тілектеріңіз, ниеттеріңіз, сауалдарыңыз болатын болса, құттықтауларыңыз болатын болса, әрине хабарласыңыздар. 45-38-00, қала көті 872-62 қоңырауларыңызды асыға күтеміз. Енді біздің мейманжай студиямызға тағы да бір ұлағатты ұстаздарымыз келіп жайғасты. Таныстыра кетейін әрине. Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қалнұр Оразәліқызы. Қош келдіңіз, аға. Және де дәл осылай информатика пәнінің мұғалімі Нұрманап Ермұханұлы. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Таң көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Рахмет үлкен. Үлкен рахмет. Сұхбатымызды бастайық, Мәлімет, Иә, қош келдіңіздер. Осында келіп отырғандарыңызға көптен көп алғыс білдіреміз. Енді сіздерге қояр алғашқы сауалымыз мынадай. Мұғалімдік жолға қалай келдіңіздер? Жалпы осы тұста өздеріңіздің бір үлгі тұтарлық ұстаздарыңыз болса, соларды атай өтсеңіздер. Жалпы мен өз Жуалы ауданы, Жамбыл облысы Жуалы ауданында Мыңбұлақ мектебін бітіргенмін. Сол жерде өзімізге сабақ берген математика пәні, физика пәні,
информатика пәнінің мұғалімдерін өзіміз үлгі тұттым. Атап кетсем, мысалы, Ахметова Сәттігүл әпке мен математика пәнінен мұғалім болған. Физикадан Істілеу Әзімбай ағайым мұғалім болды. Және информатикадан 9 класста берген Жұмағалиев Мұрат деген ағайым болды. Сол ағайларды үлгі тұтып өзіміз осы мұғалімдік жолға келді отырмыз. Өзім негізінде жалпы осы Тараздан бастады, кейін Мойынқұм ауданында бітірген болатынмын. Енді осы ұстаздық жолға алып келген жалпы өзімнің осы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бүбіш апайымды ерекше атағым келеді. Және осы қалада бастауыш Мейрамгүл апайымыз бар, өте керемет мұғалімдер болды. Мүмкін сол кісілердің берген бір тәлім тәрбиесіне білім жолынан бөлек деп айтқым келеді. Тәлім тәрбиесінің арқасы болар, ол кісілердің бір ұстаздық жолдағы жаңағы бізге 11-ші сыныпқа дейін беріп келген білімнен бөлек қатар тәрбиесі, ақылы, айтар сөздері болар. Солардың септігінен осы мұғалімдікті таңдадық деп өзім есептеймін. Себебі өзім де қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі. Енді осы қазір жұмыс жасап жатырсыздар ғой ұстаздық ретінде. Бір қызықты оқиғаңызбен бөліссеңіз, оқушылардың бір немесе қиын болсын, қызық болсын деген сияқты бір оқиғаңызбен көрерменге бөліссеңіз. Енді бізде қызықты оқиға негізі күніге болып жатады жалпы. Ең алғаш қызықты оқиға мен айтқым келгені, біз алғашқы мен осы ұстаздық жолымды нөмірі 7-ші орыс гимназиясында бастаған болатын. Таза орыс, енді аралас емес, таза орыстар оқитын. Сонда ең алғаш маған жаңағы жас маманбыз, университеттен кейін келіп тұрмыз. Шыны керек, әбден қазақ тілі әдебиеті дегенге, қазақ тілі әдебиетінің кітаптарын оқып майын ішкеннен кейін кішкене орыс тілін былағыра егеріп қойған неміз бар екен, ысырып қойған жағдайымыз. Сонда жаңағы оқу орнын аттағаннан кейін бірденен сіз осы орыс сыныбының сынып жетекшісі боласыз деп алдыдағы 9-шы сыныпқа апарды да кіргізіп қоя салды да. Сонда әлі күнге есімнен кетпейді, жаңағы бір апта өткеннен кейін ата-аналар жиналысы дейді. Сөзін ашығы керек, әлі баламыз, енді мұғалімдік қызметке келіп отырмыз. Орыс сөз бір ауыз білмейміз жаңағы деген. Ата-аналарға қалай мен жиналыс өтемін. Жиналыстың үстінде жылап қалған кезім болған, сөзін ашығы керек. Алдымда өңге орыс ата-аналар отыр ғой дегенменен. Сонда бір-екі ата-ана ішінде қазақ жаңа ата-анасы болды. Келіңіз аударып жіберейін деп, қазақша мен орысша сөзі бірге қойып аударып беріп оқып жатқан сәттерім болған. Енді ол да бір өмірлік тәжірибе болды. Кейін сол жақтан орыс тілінде керемет меңгеріп шықтық қой, енді оның да бір жолы болар. Дегенмен сол ата-аналар жиналысы әлі күнге есінен кетпейді шыны керек. Ата-аналар жиналысы болғанша бірнеше рет жылап алған кезім болған. Сондай бір қызықты сәттер бар. Нұрман аға, өзіңіз? Енді менде қызықты сәттер бізде енді айтарлықтай көп, ең есте қалып кеткені, жаңадан педпрактикаға барған уақытымыз, енді мұғалімдікті бірінші рет көріп жатырмыз. Сол кезде өзі тереңдеткен класс берілді маған. 11-ші класстың берілді, аптасына 8 сабақ физика оқитын класс берілді. Мен негіз мамандығым физика және информатика мамандығы. Сол физикадан 8 сабақ өткізу 11-ші класстың балаларына сол кезде өте қиындықтарым көп болды алдымда. Балаларда, оқушыларда барлығы ересек. Олар да осы, мен өзім ауылдың баласы болғаннан кейін, олар қаланың балалары. Олар игеруге кішкене қиындық туындады басында. Енді бір күн, екі күн үйренісіп, сол кезде біз ары үйреніп кеттік. Ана үлкен балалар қалжыңдайды, кішкене не қылады, соларды басқару кішкене қиындық болды менде. Ол кейін қайта есте қалатын нәрселер сол болды. Өздерінің ойларын ағай кейін түсіндік барлығын деп, бірге жұмыс жасап кеттік. Енді жалпы өздеріңіздің бір еңбек жолдарыңызға бір тоқталсақ. Сіз енді жаңа орыс мектебінен бастадыңыз, еңбек бір өтілдеріңіз қанша жыл, болмаса еңбек жолдарыңызға жалпы тоқтала кетейікші. Сол гимназияда енді университет бітіргеннен кейін барып отырмыз ғой, енді ол жерде бір 7 жылдай қызмет еткендегі нем бар енді еңбек жолында. Одан кейін мектеп жаңағы қаламызға Назарбаев зияткерлік мектебі келіп жатыр, осында ашылғалы жатыр деп. Сол ашылғалы бері 2013-тен бері сол жақта қызмет етудемін. Жалпы еңбек жолым 21 жылдай болып қалыпты, қазір қарап отырсам. Биыл 13 жыл болып қалдық, әріптесіміз. 13 жылдай сол Назарбаев зияткерлік мектебіндеміз ашылғалы бері. Нұрман аға, өзіңіз? Менің еңбек жолымда өте қызық басталды негізі. Ол кезде әлі 4-ші курс студент болатынмын. 3-ші сәуір күні таңертең сабаққа келеміз.
деканаттан іздеп жатыр дейді. Деканатқа барсақ, өрді замдекан ханым бізге ректоратқа шақырып жатыр, сіздерге жұмыс берейін деп жатыр дейді. Соны ректоратқа келіп, ол кезде Махметқали Нұрғалиевич ректор етін, қалада мына 12-ші Керімбай атындағы 12-ші мектепке жарты ставкаға мұғалімдікке бір математик, бір информатик қажет деп айтты. Информатик көп сізді ұсынып жатыр, жұмыс жасайсыз ба деді. Иә, жасаймын деп келісіп, содан бастап, сол кезде басталып кетті. Сол күні басталып кетті. 4-ші курстың соңғы 2 айында. Енді қызық жағдайы ол жерде. 2 ай жұмыс жасадым, одан кейін жаздың күн демалысы болды. Тамыз айында келіп жұмыс қайтадан бастадық. Қыркүйек айында 1 ай жұмыс істедім да, қиындық сәттер ол жерде де болды менде. Себебі маған 2 мамандықтан берді сабақ, 2 пәннен сабақ берді, физиканы, информатиканы. 1 айдан кейін өз еркіммен жұмыстан қайтып шығып кеттім мен өзім. Мектепте енді сәл қиыншылығы болды, жас маманбыз, қиындау болып, одай басқа жұмысымды да, мен өзім оқыған оқу орнынан жұмысымды да, сол ауысып кеттім қайтып. Одан кейін сол универде 6 жыл жұмыс істедім, Тараз мемлекеттік педагогика институтында ол кезде. Соны жұмыс жасап, Назарбаев зияткерлігі мектебі ашылған уақытта, осы жақтың конкурсынан өтіп, 2013 жыл сол мектептің табалдырығын аттадық. Одан бері міне 13 жылды бастап жұмыс жасап жатырмыз. Информатика пәні мұғалімі. Тамаша. Енді біреуіңіз қазақ тілі, біреуіңіз информатика. Жаңағы алдыңғы сіздерден бұрын келген қонақтарымыздан сұрап жатырмыз ғой, бір қандай бір әдіс тәсілдерді қолданасыздар баланың бір шабытын әрмен қарай шарықтату, пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында деп. Сіздерге де сол сауалды қоя кетейінші. Енді мысалы бізде информатика пәні қазіргі күнде айтқан кезде өте шарықтап, қарқынды дамып келеткен сала. Бұған жастардың да барлығының қызығушылығы ерте оянады. Қазір біздің мысалы 7-8 сынып оқушыларымыздың өзі өте ауқымды тақырыптарды қызығушылық танып келіп отырады. Өз тараптарынан да қызығушылық танып. Өйткені күнделікті өмірде бізде жан-жақтылықты осы информатикадан шығып жатыр. Сондықтан балалар сол ерте жастан өздері де қызығушылық бастайды. Енді оларды біздің тарапымыздан ең басты дұрыс бағыттай білу. Оларға дұрыс бағытты көрсетіп, керек ресурстармен таныстырып, өздерін түсіндірме жұмысын жүргізіп, жеке жұмыс жасаған уақытта. Сол арқылы балаларды бағыттап отырмыз. Қазіргі таң соның нәтижесінде көптеген жетістіктерге жетіп жатыр балалар. Тамаша. Негізі балаға сіз қаншалықты сабақты қызықтырасыз, соншалықты бала сіздің сабағыңызға қызығады ғой. Ал қазіргі өздеріңіз біліп отқандай, 21-ші ғасырдың мүмкін бір білім жолындағы талабы болар. Мысалы, бізге келіп жатқан балалар, енді жан-жақтан келіп жатқан балалар бар, жаңадан оқуға келіп жатқан Назарбаев мектебіне. Сонда бізге айтады, дегенмен бұл жақта сабақ беру өзгешерек деп. Мүмкін жай мектепте, енді өзімізде жай мектептің мұғалімі болып келіп отыр ғой. Енді біз деген, мысалы, өз пәнді алатын болсақ, жаңағы грамматикаға қадалып дегендей, бір тақырыппен дегендей, бұл жақта да бізде де бар, оның бәрін біз қолға аламыз, бірақ сол өтіп отқан тақырыптарын өмірде қолдану. Қаншалықты бала, мысалы, қай тақырып өтсе де өмірде қалай қолданады, оны қалай алып жүреді. Жаңағы өмірлік құндылықтарменен бірге салыстырып ұстап отыр, бұл бізде басты дүние. Және қазір соңғы өздеріңіз біліп отырсыздар, енді әріптесімізде қолдар, өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынып ұстанып отқаны, G деп жатыр ғой, жасанды интеллект деп жатқаны. Бұны біздің мұғалімдер мен толық айта аламын, толық игерген, оқушыларымыз да толық игерген, жалпы әр сабақтарымызда да осы дүниемен біз көрініс табады. Енді біз жаңағы үйрете отырып үйрену дейміз ғой, өз ішімізде қаншалықты жаңалықтар шығып жатады, заманауи сабақ беру жағы болсын, мүмкін тәжірибе алмасу жағынан болсын, түрлі конференция, семинар, ғаламдық, кеше ғана әріптестеріміз естерден келіп отыр Сербияға барып, сол жақтан әлем бойынша сабақтарында қандай дүниелер болады, жаңа солармен алмасып отырамыз да, міндетті түрде сабаққа енгізу, кіргізу, оның жақсы жақтарын алу, қаншалықты біздің балаларымызға сай келеді. Әрине балалардың жас ерекшеліктерін де біз қамтып отырамыз. Сондықтан мен толық айта аламын, біздің әр сабағымыз заманауи әдіс тәсілдерменен өтіп жатады. Себебі қазір балаларды қызықтыру, өздеріңіз біліп отырсыздар. Себебі балалар бізден артық біліп жатыр. Өздеріңіз білесіздер ғой, енді өте дарынды балалар. Біз енді қалыспауымыз керек. Осы өздеріңіздің бір Әулие-Ата жұртына бір тілектеріңіз, не болмаса әріптестеріңізді құттықтасаңыздар, сәлемдеме жолдайын десеңіздер, мархабат. Енді жалпы Қазақстан бүкіл еліміздің ұстаздарын мерекесімен құттықтаймыз. Атап айтсақ, енді өзіміздің мектебіміздің әріптестеріміз
кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Бұға дейін жұмыс жасаған орындарымыздың ұстаздардың барлығын осы мерекемен құттықтаймыз шын жүректен. Бауыржан атамыз айтады ғой, ұстаздық қызмет бұл ұлы қызмет деп. Осы ұлы қызметтің жолында тай салмай, қорықпай, бар жан тәнімен деп айтсам да болады, осылай жұмыс жасап жатқан кейінгі жас мамандар болсын, өзіміз қатарлас, жалпы барлық ұстаздар қауымы бұл мен айтар едім, сондай үлкен ерлік жасап жатыр деп. Себебі біздің кез келген ұстаздың басқы ұстанымы ол әр баланың жүрегінен орын табу. Әр баланы айтқанда басты қағидаты да болу керек деп ойлаймын өзім ұстаздың. Ол баланы жақсы көре білу. Осы ұстаздық қызметті жақсы көре білу. Сіз қаншалықты мамандықты жақсы көрсеңіз, соншалықты сізге сондай жауабы қайтады деп өзім ойлаймын да. Сондықтан осы ұстаздық жолда қызмет етіп жүрген барлық қазақстандық әріптестерімізді мен төл мерекелерімен құттықтаймын. Шаршамайық, осындай елімізді дамытар, Қазақстанымыздың атын әлемге танытар ұрпақтарды шығара берейік. Білімге сусындатып, жалпы тек білім ғана емес, тәрбиені де бәрін егіз ұстап, тәрбиелей берейік деп айтқым келеді. Тамаша. Мерекелеріңізбен ұстаздар қауымы. Сіздер де жаңа өзіңіз айтып өткендей, оқушыларды, дарынды оқушыларды шығара беріңіздер. Еліміз өркендей берсін, әрине еліміздің өркендеуіне септігін тигізетін сіз секілді ұстаздарымыз ғой. Аман болыңыздар дейміз. Тағы да мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ал аяулы құрметті көрермен, біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Рауан бағдарламасы тікелей эфирде барша ұстаздарды бүгінгі мерекелермен құттықтай отырып біз эфирімізді әрмен қарай жалғастырайық. Меруерт, Құрметті көрермен, арнадан алыстамаңыздар. Енді жалпы ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу жүректің ақындығы, азбай тұғын адамның ақылдығы дейді ғой. Енді жалпы енді осы ұстаз болу әрине батырлықпен тең, ұлтты тәрбиелеп, баланы тәрбиелеп жүре беріңіздер дейміз. Әрқашанда еңбектеріңіз елене берсін. Тілегімізді тағы да өздеріңізге арнап қояйық. Ұстаздар-ай, өмір сырын ұғынған, көрінетін әркез биік тұғырдан деп Төлеген Айбергенов айтқандай, ұстаздар әрқашан өзінше бір биік тұғырда тұратын біз үшін ұлы тұлғалардың бірі ғой. Сіздерді келіп жеткен осы мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бізге келген қонақтарымызда бір тамаша сұхбат өрбіткен болатынбыз. Әрине ол кісілерге де алғыс білдіреміз, еңбектері әрқашанда елене берсін дейміз. Енді жалпы айтатын болсақ, енді ұстаз деп жатырмыз. Ғалым да, шахтер да, бас иетін, ұстазым бар сенің қасиетің дейді ғой, барлық енді осы қазір әлемде болсын, Қазақстанда болсын, еңбек етіп жүрген кез келген саладағы жандардың барлығы ол әрине өзінің тәлім тәрбие алған бас иетін ұстаздары бар. Енді ұстаз ұлы есім. Ұлы есім. Енді жалпы ұстаздарды тағы да сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаудан әрине жалықпаймыз. Кішкене аздаған уақыт бар, мүмкін хабарласып үлгеріп құттықтауларыңызды арнап қалсаңыздар да болады. Енді жалпы Жамбыл телеарнасы әрқашанда қосулы болсын. Құрметті көрермендер, тағы да шын жүректен құттықтаймыз мерекелеріңізбен. Не айтамыз? Тағы да біздің айтатынымыз Ахмет Байтұрсыновтың ұлт ұстазының бір сөзін тағы да айта кетейік. Алты алаштың басы қосылса төр ұстаздығы деген. Әрқашан ұстаздарымыздың басы төрден табыла берсін дейміз. Тек қана биік белестерде жүріп, бағындырып, еліміздің жарқын болашағын бірге қалыптастыратын жастарды тәрбиелеп жүре беріңіздер дейміз. Енді өкінішке қарай бізге берген уақытты өз мәресіне жетіп қалған екен. Біз сіздермен қимай қоштасуымызға тура келіп тұрып, келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.